болса ертең кешке дейін азам деп дейді. Ернің көт болып тұр ғой дейді. Енді сіз өміріңізде көттен басқа еш нәрсе көрмеген шығарсыз. Қайда барсаңыз да барлық нәрсе солай елестейді. ТТ-да инстада назым көп көрінбей. Иә, мүлдем көрінбей кеттім. Жүрегім сен. Қазыбек, сәлем. Бақытты бол дейді. Аумин. Жоқ, негізі менің ернімді құрсын теңемеген көтен қалмады. Маймылдікі неде, ишактық. В общем, короче, не бар, соның бәріне теңеді ғой. О, Роза дейді. Қызылордаға сәлем. Мирамен дейді. Асхат Төлебаев, рахмет. Аузын қисайып кетті, бекер жасаттың дейді. Ой, вот сіздермен ұрыссам деп сонда уже 3 адам кетті деген арада. Маған төбеде көрінбейді екен игнорға кеткені. Прям әдемісіз, жақсы көремін дейді. Жансұлу, жан, рахмет. Не болып кеткенсің дейді. Бизнесіңіз бар ма дейді. Айко, жоқ, қазіргі таңда барлығын қойдым. Бұрынғыдай сауданы да қойдым, подарка жасауды да қойдым. Только жұмыс, үй, все. Не істеп жүрсің дейді. Шақ, шапатақ. Жоқ, любой адамда по-любому қисық болады. Беті бір жері по-любому любой адамда екі көзі екі түрлі болады, екі қасы екі түрлі болады, екі жағы екі түрлі болады. Это нормально, мен оған ренжімеймін. Нұкіске сәлем. Сара, какая девушка дейді. Жақсы қыз, күшті қыз. Потому что никто не знает, что случилось между Арсеном и Назом, что произошло. Просто точно нужно было сказать, из-за чего расстались, чтобы не было. Не было вопросов. Жоқ, біреудің семьясындағы нәрсені, и тем более бүйтіп айтудың қажеті жоқ, и тем более друг друга обсирать, это вообще дұрыс емес деп ойлаймын. Бірге тұрғаннан кейін, бірге білмеймін енді, мен ол кісі туралы ешқандай жаман нәрсе айтпаймын. Шын жүректен бақыт тілеймін. Красивее выглядите дейді. Наухамбаева, рахмет. Қосылайықта қандай жұмыс істейсіз дейді. Жоқ, құпия емес, ісім болып істеймін. Үйіңіз бар ма дейді. Бір жерің екі түрліген дейді. Аслан, неге өйтесің? Сколько тебе лет дейді. Абзал дейді. Өздерің ғой эфирге шығарып дейді. Вообще жоқ, жарайды, я все болды, жабылған қазан жабылу күйі қалсын. Мен ол қазанның қақпағын қайтадан ашқым келмейді. Екібастұзға сәлем. Ләззат, рахмет көп. Ай, мен семьям қақа кетті. Еркелеп жүргің келеді, я дейді. Еркелеп жүргің келеді. Конечно, еркелететін адам болса. И мен всегда еркелеп жүрем. Ты меня игноришь или не видишь мои сообщения, дейді. Медетов, вау, какие люди. Мен вообще көрген жоқпын сенің сообщенияңды, Ербол. Че там, не жаздың? Қайтадан қарайыншы жоғарына. Сенің вообще бір тер сообщение келген жоқ. Валлахи, че там, Медетов, қалайсың? Денсаулық қалай? Че ты где? Алматыдасың ба, Қызылордасың ба? Маған уже пофигу, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Маған всегда өзімдікі дұрыс, и все. Басқаларына пофигу. Қазір бар емес па жігітің дейді. Иә, бар. В Астане я перевели сюда дейді. Ну, Алматыға қашан келесің? Алматыға келсең, әйтеуір бір амандасып кетуді білмейсің. Ну да, конечно. Түсінем ғой, ренжімеймін. Любой әйел еркелеп жүргісі келеді. Конечно, любой әйел, менің мамам мысалға жасы 50-ден асқан. Әлі күнге дейін мен папама еркелейді. Еркелейтін жерде еркелейді. Тіпті даже менің атам мен әжем бар.
еркелеп жүреді всегда. Әжем да еркелейді, атам да еркелейді, бір-біріне деген прикол ұстап андай бір күлген кезде соның өзі еркелету ғой. Любой әйел еркелегенін жақсы көреді. Ораза қабыл болсын дейді. Аумин, аумин. Ахмет, ой, блин. Ай, қайда кетіп қалдыңдар? Үш, Алина, Шах, Қоян. Кім бар біз? Соны таппай жатырмын ғой мен. Бара-бара айнып кетіпсің сөздерінде, не болып жатыр саған дейді. Не болып кеткен түрің дейді. Я жастыққа ұшық шыққан еще. Мальбора отыр, мен Асия отыр екен. Көзіңді ерінді әдемі істетіпсің дейді. Жоқ, бар ғой кейбіреулердің көзі блефаропасика жасатқан екен, как будто ісіп тұрған сияқты, бір ұйқыдан тұрған сияқты болып тұрады. Ондай емес, менікі наоборот идеально шыққан деп ойлаймын. Ондай қатты білінбейді, маған өзі ондай қатты биік емес қып жасаш дегенмін. Ораза қабыл болсын. Түрін құрсын кәпір дейді. Ма қиын болды, қайтсам енді. Баланың қызығын көр дейді. Аумин, аумин. Сен жақсы қызсың дейді. Мен ол жақсы қыз болғым келмейді, шыны керек. Мен қазір жақсы қыз емеспін. Олың неше дейді? 13-ке толады бұйырса, 13-не. Майдың 13-і. Так, үш қайда кетті? Медетов, сен шығып кеттің ба? Ербол? Қисы болатын дейді. Танысамыз ба дейді. Жоқ, таныспаймыз. Да, идеально сделали, блефар. Вот, идеально сделали деп ойлаймын мен. Мұндай қатты білінбейді. Ты кірші лучше, мынау неудобный дейді, да? Тут я дейді. Шымен Алматыға келіп атсаң, амандасып кет, міндетті түрде жеме ақ қойын, егер де бір сондай мүмкіндік болып жатса. Лайк басылмайды да қойсаш дейді. Айнадың что-то. Жоғары көтеріп тағып қой, шашыңды күшті жарасады дейді. Былай мұндай жинап па, бүйтіп па? Маған шашым жайып жүрген еді. Обязательно заеду на студию. Аха! Саған студия керек қой. Жігітіңіз болса көрсететін едіңіз дейді. Жоқ, мен енді қазір мүлдем көрсетпеймін. Құрсын көз тиіп кетіп жүрсе. Лего, что делали? Блефаропасику? Пробор бәрін жинап шығар дейді. Пробор менде всегда ортасында. Мұндай жанынан істесем бір как будто жараспайтын сияқты ма бір түрлі оқылатын сияқты. Нені түріне оқылды? Леди Гага. Леди Гага болған ба? Шын айтам жараспайды дейді. Йо-майо, Назира. Мен қазір сен түріңді көрсем бар ғой, я. Мен де саған біраз нәрсе айталам. Давайте не будем. Түр туралы. Түрің баяғынан сонда қайда жігіт бұған өзі еркек сияқты отырды.